Құрметті аудан тұрғындары мен қонақтары, судағы қауіпсіздік сақтамау салдарынан облыс су айдындарында азаматтардың қайғылы оқиғаларға ұшырауы орын алуда. Ауа райының көтеріңкі температурасы әлі де біраз сақталатыны өздеріңізге де мәлім. Құрметті үлкендер мен балалар, осы орайда бақытсыз жағдайлардан аулақ болу үшін судағы қарапайым ережелерді сақтауларыңызды өтінеміз. Атап айтқанда, тыйым салынған бейтаныс жерлерде шомылуға, көпірлер мен жағалаулардағы бөгетшелерден және қайықтардан суға секіруге болмайтынын, қатты ыстықта және қараңғы батқанда тамақтанғаннан кейін және терлеп тұрғанда, сонымен қатар спирттік ішімдік ішкеннен кейін суға түсуге тыйым салынатындығын, шектейтін арнайы белгілерден асып кетпеуге болмайтынын, қараусыз қалған немесе техникалық жөндеуге келмейтін қайықтарды пайдалануға болмайтынын ескертеміз. Құрметті ата-аналар мен үлкендер, су жағасындағы демалыстарыңызды, шомылып жүрген балаларды бақылаусыз қалдыруға болмайтынын еске саламыз. Осы ережелерді сақтамау су қоймаларында жиі қайғылы жағдайдың болдыруына соқтырады. Суға түсу ережелерін сақтап, дұрыс пайдаланғанда ғана су өмірдің қуанышы мен рахатын, денсаулық күші мен көтеріңкі көңіл күй сыйлайтыны анық.